Бүгінгі митингке келген адамдардың қарасының көптігіне қарап мен қуанып отырмын. Өйткені қаңтардағы қырғынды оқиғадан кейін адамдар жасып қалғандай үрейі бар сияқты көрінеді маған. Содан арылған. Енді бұл рұқсат етілген митингі ғой. Рұқсат етпеске амалдар да жоқ. Егер бұл митингге рұқсат етпесе, онда олар соғысты жақтағаны болар еді. Бұл жиын соғысқа қарсы жиын. Онда да Ресей Федерациясының президенті Путиннің Украинаға ашып отырған соғысы. Ол шын мәніндегі атауы сол соғыс. Оны басқаша атау ол жөн емес. Сол соғысқа наразылық, қарсылық. Осы жерде тағы да бір қуантатын жағдай, ол тек қана қазақ ұлтының емес, Қазақстанда тұратын әртүрлі ұлттардың. Оның ішінде сөз украиндықтарды көріп отырмыз, орыстарды көріп отырмыз, тағы басқа ұлттарды көріп отырмыз, басқа. Бұл жақсы. Қазақстанда тұратын азаматтардың, халықтың бірлігі, топтасқандығы және мақсаттардың бір екендігін көрсетеді. Жалпы билік не үшін рұқсат берді деп ойлайсыз? Билік рұқсат бермеске амалы жоқ. Егер билік рұқсат етпесе, жаңа айттым ғой, онда ол соғысты жақтағаны болады. Жалпы батыс елдерінің санкциясынан қорқып отырған. Батыс елдерінің санкциясы ол өз алдында. Батыстың алдында Тоқаевтың беделі 5 тиын болар еді. Өз халыққа біз соғысқа қарсымыз десе, оны басып, таратып оған мүмкіндік бермесе, онда ол кім болғаны? Онда ол өзі соғысты жақтағаны. Онда ол Путинмен одақтас болғандығы. Ал қазір біз бұл соғыс жөнінде мемлекеттің ұстанған саясаты бейтараптық. Бұл бейтараптық жарамайды. Мұндайды бір жағына шығу керек. Соғыс әділетсіз ғой, әділетсіз. Оң көзін жетіп отыр ғой, көзін жетіп. Онда неменесіне мәймен көлейсің. Біз бейтарап қаламыз, алай деп те айтамаймыз, былай деп те айтамаймыз деген. Егер өзінің мінезін көрсете алмаса мемлекет, онда ол мемлекет құлдықта бодандықты өтеді. Қазір сондай ұстаным бар билік басындағылардың. Оны кеше ана депутат болып жүрген Айдос Сарымның сөзінен аңғаруға болады. Қазақстан тыныштық үшін, тәуелсіздік үшін құн төлеу керек дейді. Ол не сөз? Ол айтқанына көніп, айдағанына жүру деген сөз. Тәуелді болу деген сөз. Тәуелді болып құн төлеп құтылмайды одан. Ондай жағдай жоқ, тарихта болмаған. Тәуелсіздікті қорғау үшін, тәуелсіздікті сақтау үшін адамдар қай кезде де болмасын күреске шыққан, қан төгіске барған, одан қорықпаған. Ал елге қауіп төніп тұрса, құнын төлейік, біздің жанымызды аман алықпа деп жалынып, жалбарынып, аяғына жығылу, ол барып тұрған сатқындық. Біз Қазақстан билігі ондай сатқындыққа бармаса дейміз. Ондай сатқындыққа баратын биліктің халық үшін, қазақ үшін түкке керегі жоқ. Сонда қазір билік пен халықтың екеуінің Украинадағы соғысқа байланысты көзқарасы екі түрлі болып тұр ғой, сіздің ойыңызша? Көзқарас екі түрлі деп айтуға болады. Қазіргі өздерінің жасап жатқан мәлімдемесіне қарап. Халық әрине қарсы мінекей көрініп отыр. Ал билік біз де қарсымыз деген сөзді айтуға батылы жетпей отыр. Өйткені оны айтатындай Тоқаевтың ер мінезділігі жоқ. Жеке шешім, дара шешім қабылдайтын тұлға болатын адам емес мемлекетке. Жалтақ, қаңтардағы Назарбаевпен билікке қақтығысы кезінде оның жаны сақтап қалған Путин көрінеді. Шынымен де солай деп айтуымыз керек. Енді ол мына соған байланысты қазір қозғалып жатқан неше түрлі қылмыстық істер бар ғой. Сол қылмыстық істер тергеліп бітіп, сотқа барған кезде бетпердесі толық ашылады. Ал бұл жерде мен бұрын айтқанмын. Осы оқиғадан, қаңтардағы оқиғадан кейін Тоқаев Путиннің алдында қарыздар. Ол сол қарыздарын мемлекеттің тәуелсіздігін құрбандыққа шалып, соныменен ризалығын білдіріп, Путиннің жетегінде кететін болды деп. Сол қауіп ақталып келіп жатыр. Қазір Путиннің жетегінде кетпеу керек. Путин өткен жалғыз қалып жатыр. Бүткіл әлем жұртшылығы, басқа Біріккен ұлттар ұйымына мүше елдердің бірен сараны ғана Путин жоқтап отыр, қалғанның бәрі қарсы.
Путиннің саясатына мына соғысқа. Сондықтан Тоқаев та халықпен санасып, мен халқымнан асып кете алмаймын, мен де соғысқа қарсымын. Путин, Владимир Владимирович, соғысты тоқтатыңыз, райыңыздан қайтыңыз. Сіздің мен Советтер одан қайтадан қалпына келтіремін, орыс жерін өзіне қайтарып жинақтап беремін деген әумесер саясатыңызды тоқтатыңыз деген сөзді айту керек. Егер Тоқаев сондай сөзді айтса, онда Қазақстанның тәуелсіздігіне төнетін қатер бірден сейіледі. Өйткені осындай ұстанымды ашық айтқан, осындай тәуекелге барған басшыны халық қорғайтын болады, қолдайтын болады. Және әлем жұртшылығы басқа мемлекеттерде осыған болса деді. Егер қазір Тоқаев Путиннің ағына қарай жығыла беретін болса, соның айтқанына көнетін болса, онда ол Қазақстанды бір жолата тәуелдетіп береді. Ешқандай соғыссыз. Ал сонда қандай айырмасы бар? Басқа бір мемлекеттің бізге қару қолданып соғыс ашып тәуелдеткеніне, соғыс ашпай-ақ тәуелдеткеніне. Тәуелді болғаны кейін бәрі бір ғой. Ол намыссыз, ез адамдардың ғана, ез бейшара елдің мемлекеттің ғана әрекеті болар еді. Ал Қазақстанда онда ез сорды бейшара ету, ол дұрыс болмайды. Мемлекет басшысы халқына лайық болмаса, ол кетуі керек. Халыққа өзіне лайықты, халық сияқты қаһарлы, халық сияқты мінезі бар басшы керек. Тоқаев меніңше жарамсыз адам.